Баршаңызға сәлем, пайдалы кеңес каналыма қош келдіңіздер. Егер анарды үнемі пайдаланатын болсаңыз, онда сіздің жүрегіңіз сағат сияқты тоқтамай жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ кәріліктің сіздің есіңізді ерте қағуына жол бермейсіз. Бүгін анардың адам ағзасына тигізер 10 түрлі пайдасы жайлы айтатын боламыз. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар және осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Анар жемісі шырыны қандай дәруменге бай екені барлығымызға да таныс. Өйткені бұл жеміс туралы аз жазылып жүрген жоқ. Дегенмен анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын біле жүргеніңіз жөн. Бірінші пайдасы: анар адам организмін құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Сонымен қоса К, С, В9, В6 дәрумендер мен минералдарға калий, мырыш, фосфорға бай. Анар калориясы өте төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 72 килокалория болады. Екінші пайдасы: құрамында тәнин болуына байланысты анар шырынын және жемістің қабығын медицина асқазанның жұмысы бұзылғанда, ал кепкен бұтақтары мен діннің қабығын ішек құртына қарсы дәрі ретінде қолданады. Асқазаны ауыратындар, асқазан сөзінің қышқылы жоғары, гастритпен ауыратындар анардың ащы сұрыптарын пайдалануға болмайды. Үшінші пайдасы: қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кетуі үшін анарды жеу керек. Төртінші пайдасы: анар шырынының тағы да бір ерекше қасиеті, ол радиация әсеріне шалдыққандарға көмектеседі. Бесінші пайдасы: анар шырыны иммунитеттің жағдайын жақсартады. Нәтижесінде ағза тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ жаюға кеңес беріледі. Алтыншы пайдасы: анар құрамында калийдің мөлшері өте көп болғандықтан, ол қан қысымын төмендету үшін өте тиімді болып табылады. Жетінші пайдасы: анардың құрамында қабынуға қарсы тұратын зат бар және ол буын ауруларына шалдыққан адамдардың шеміршектері ыдырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Анар шырыны сондай-ақ адамды буын қабынуға шалдықтыратын ферменттердің артуына кедергі жасайды және шеміршектердің бұзылуының алдын алады. Анар құрамында өте көп мөлшерде эстроген элементі бар. Бұл элемент әйел адамдардың сүйектерінің қаусап кетуінің алдын алады. Сегізінші пайдасы: анар ағашы жұмақ ағашы. Ибн Аббастың жеткізуінше, біздің пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анар дәндерін біртіндеп жейтін. Біз одан неге олай жейсіз дегенімізде, жер бетінде бойында бір дәні жәннаттан болмаған бірде-бір анар ағашы жоқ. Мен осы дәндердің бірі жәннаттық деп үміттенемін деп жауап берді. Ал Әли, Алла разы болсын, Алла елшісінің оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анардың қызыл етін жеңіздер, себебі ол асқазанды тазартады деп айтқанын естіген. Тоғызыншы пайдасы: анар косметика саласында аса кең таралған. Ол теріні бос радикалдардың әсерінен қорғайды, теріні қалпына келтіру процестерін белсендендіреді, оны қоректендіреді және жандандырады. Сондай-ақ коллаген мен эластиннің синтезделуінің мүмкіндік туғызады. Бұл әжім қыртыстарының жазылуына, терінің тығыздығы мен созылмалылығын ұлғайтады. 10-шы пайдасы: BBC телеарнасының хабарлауы бойынша, Лос-Анджелестегі Калифорния университеті зерттеушілерінің бір тобы 65-70 жас арасындағы простат ауруына шалдыққан ер адамдардың бір тобын бақылауға алған екен. Бұл адамдар хирургиялық жолмен немесе лазерлік терапия арқылы простат ауруынан емделуге тырысыпты. Бірақ тексеру кезінде байқалған белгілерге қарағанда бұл адамдардың ауруы одан әрі өршіп кеткен. Зерттеушілер ауруға шалдыққан осы адамдардың бірнешеуін таңдап алып, оларға күніне белгілі бір мөлшерде анар шырынын беріп тұрды. Бұл шараның нәтижесінде осы адамдарға простат ауруының өршу жылдамдығы анар шырынын ішкеннен кейін айтарлықтай бәсеңдеген. Міне құрметті көрермен, анар шырынының адам ағзасына қаншалықты пайдалы екенін білдіңіз. Ақпаратым пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Және төменде сіздерге пайдалы болатын бірнеше видеоның сілтемесін тастадым. Соны да көре шықсаңыздар болады. Пайдаңызға жарасын.